Сәлем достар, бүгін болгар бұрышының түрлері туралы ақпаратпен бөлісеміз. Менің парақшама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Болгар бұрышының түрлері заманауи селекционерлер күлгін түсті болгар бұрышын алады. Алайда бұрыштың ең пайдалы түрлеріне қызыл, жасыл және сары болгар бұрыштары жатады. Олардың құрамының айырмашылығы мынада. Жасыл бұрыш артық салмақта адамдарға пайдалы. Оның калориясы аз. Сонымен қатар жасыл бұрыш қатерлі ісіктің алдын алатын өнім. Италиялық ғалымдар бұрыштың басқа сұрыбына қарағанда жасыл түрінде қатерлі ісіктің алдын алатын бета-каротиндер көбірек екендігін дәлелденген. Алайда жасыл бұрыш құрамындағы А дәруменінің мөлшері бойынша төменгі қатарды алады. Сары бұрыш жүрегі ауыратын адамдарға пайдалы. Оның құрамында қан тамырлары қабырғасы қатайтатын калий мен рутиннің максималды мөлшері бар. Қызыл бұрыштың құрамында А дәруменінің мөлшері көп болғандықтан оны көз ауруларына алдын алу үшін жеу ұсынылады. Бірақ аллергиктерге қызыл болгар бұрышын өте көп жеуге болмайды. Сіздермен ақпарат бөліскен Адамант тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.